Алматыдағы мемлекеттік органдардағы 1000 жарымнан аса жұмыскер қызметтік әдепті бұзған. Бұл өткен жылғы сандар. Ал халыққа дөрекі сөйлейтіндердің көлемі 6,5%-ға артыпты. Салдарынан кәсіпкерлікті дамыту басқармасының Жетісу ауданы әкімінің аппараты, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар басқармасының қызметкерлері жазаланған. Жалпы адам капиталын дамытуда қуатты мемлекеттік аппаратты құру туралы елбасының өзі айтқан болатын. Оларды жұмысқа ынталандыру үшін үкімет деңгейінде заң жобасы да қаралуда. Осы мақсатта сөз өрбіту үшін студиямызға Алматы қаласы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің басшысы Айгүл Байханова ханымды шақырған едік. Айгүл Бейбітбайқызы, қайырлы кеш, студиямызға қош келдіңіз. Алғашқы сауал: мемлекеттік қызметкерлердің этикалық нормалары туралы мобильдік қосымша шығарылды. Басылым беттерінен бірнеше рет көрдік. Қазір сіздердің агенттікте қандай шаруалар атқарылып жатыр және болашақта қандай жоспарларыңыз бар? Кеш жарық, сұрағыңызға рахмет. Мына этика нормаларын мемлекеттік қызметшілерге сол этика нормалар түсінікті болу үшін солардың көмек ретінде осы мемлекеттік қызметшілерге біздің агенттік осы жақында покетбук деген кішкене кітапша шығарған. Ол кітапшада кез келген осы өмірдегі жағдайларда мемлекеттік қызметші өзін қалай ұстау кереккен, қалай жауап беру кереккен, қандай іс-әрекеттер жасау кереккен, сол бәрі қарастырылған. Адами тұрғыдан да, заң тұрғысынан да. Иә. Ол кітапша әр мемлекеттік қызметшінің осы үстелде жататын кітапшаға айналуы тиіс. Және де оны ары қарай жетілдіреміз, толықтырамыз. Негізі осы кітапша мемлекеттік қызметшілерге көмек ретінде шығарылған. Одан басқа осы мемлекет қызметшілердің этикасына бұзғанына бізге көптеген шағымдар түседі азаматтардан. Осы шағымдар бойынша біз тексеруге шығып, егер ол жағдайлар дәлелденген болса, ол кезде мемлекеттік қызметшілер жазаға тартылады. Қазір қоғамдық бақылау картасы әзірленіп жатыр екен сіздердің агенттікте. Бұл қаншалықты мемлекеттік қызметкерлер тәрбиелеуге ма, жоқ әлде оның қандай мақсаты бар, осыны түсіндіріп өтсеңіз? Бұл қоғамдық бақылау картасы негізі екі мәні бар. Біріншісі, ол азамат тап болған сыбайлас жемқорлықты көрген фактісін осы әлеуметтік желілер арқылы агенттікке жолдайды, жібере алады. Ол қандай да форматта болса, өзіне ыңғайлы сурет бола ма, ол фотосурет болмаса, жаңағы бейне ролик бола ма, соны жібере алады. Ол парақшалар Инстаграмда бар, Фейсбукта бар, осы агенттіктің өзінің де парақшалары бар, және агенттіктің әр өңірдегі департаменттерде, аумақтық департаменттерде ашылған парақшалар бар. Оның үстінде сондай-ақ WhatsApp деген, Telegram деген мессенджер арқылы жіберсе де болады. Осыған әр департаменттің арнайы телефон номерлері қарастырылған. Мәселен, біздің департаменттің номері ол 707-474-1424. Осыған жіберсе болады. Екіншіден, осы азаматтардан осы картаға түскен шағымдар арқылы біздің агенттіктің осындай тәуекелдерге назарын аударуға көмектеседі. Өйткені енді мына облыс орталықтарында, жаңа осы қалаларда болып жатқан жағдай олар көзге түседі, ал болмаса мына алыстағы жаңа ауылдарда, ауыл аймақтарда оны біз білмейміз, алыс жерде болғасын. Сондықтан сол жердегі азаматтар осы ауылына жанашыр деген кісілер сондай сыбайлас жемқорлық фактілерді көрсе, бізге суретке түсіріп, оп-оңай болып жібере сала алады. Жалпы халық сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға қаншалықты қазір белсенді? Әлеуметтік желілер бар, қазір ұялы телефон көп қой, бір кез келген жағдай түсіріп алуға болады. Бұған дейін бұл қосымша жасалмай тұрып та
Болды ма осы сіздерге осындай фактілерді жіберген, жолдаған? Иә, болады. Осы жылдың басынан бастап біздің агенттіктің төрағамыздың Шпекбаев Әлжатқанбайұлының Фейсбукте парақшасы ашылды. Кез келген адам өзінің жаңа ой пікірін, ұсынысын, болмаса шағымын сол парақшаға жібере алады. Осы жыл басынан 2 айдың ішінде өзінде 160 сондай шағым түсті. Және олардың бәрі тездетіліп қаралып, өз жауаптарын көріп отыр. Әдеп нормалар сақталмайды деп жатады кейде халық тарапынан. Мемлекеттік қызметкерлерді қалай жазалайсыздар егер дәлелденген жағдайда? Негізгі ең ауыр жаза қандай болады? Дәлелденген кезде біз сол мемлекеттік қызметші жұмыс атқаратын органға хат жолдаймыз. Сол хатта сол жаңағы көрсете отырып, жаңағы жасаған іс-әрекеттен оны жазалауға тартуға ұсыныс береміз. Және де біздің ұсынымызды сол мемлекеттік орган орындауға тиіс. Егер жаңағы этика нормасын бұзған мемлекеттік қызметшінің лауазымы жаңа органның басшысы болмаса, оның орынбасары болса, ол кезде оның жауапкершілігі осы департаменттің жанындағы ашылған әдеп кеңесінде қаралады. Мемлекеттік қызметкерлердің қызмет көрсету сапасы бұрынғымен салыстырғанда қазір қаншалықты жақсарды деп айтуға болады? 2016 мен 2017 жылды салыстырсақ, жазаға тартылған мемлекеттік қызметшінің саны 6%-дан астам өсті. Өсіп жатыр. Енді ол нені білдіреді өсіп жатқан? Енді мен мемлекеттік қызметші атқарып жатқан қызметі сапасы төмендеп жатыр деп ойламаймын. Бұл менімше көрсеткіш біздің қоғамның жаңағы деңгейі өсіп жатқанын білдіретін шығар. Себебі олар қазіргі таңда біздің жасап жатқан жұмысымызға мүмкін сенімі өсіп, негізі шағымдар былтырға қарағанда 2,5 есе көбейді. Қоғам тарапынан бақылау күшейіп жатыр дейсіз ғой? Қоғам тарапынан бақылау күшейіп жатыр. Жалпы мемлекеттік қызметкердің айлығы енді басқа жаңағы жекеменшік компанияларда, басқа орындарда қарағанда аздау. Соған қарамастан осы қызметке келгісі келетін жастардың, жас мамандардың саны өсіп жатыр ма, жоқ? Әлде қатты айырмашылық жоқ па жылдан жылға? Енді былтырғы жылды алып қарасақ, осы Қазақстан бойынша орташа бір орынға конкурс жариялаған кезде, бір орынға 2 адамнан аз кандидат келеді. Ол өте төмен көрсеткіш деп ойлаймын. Себебі мемлекеттік қызметшінің әсіресе осы өңірлік деңгейдегі айлығы өте аз. Мәселен, енді жаңа стажы жоқ, енді келген жұмысқа қызметкердің айлығы қолына алатын 60-70-ін. Енді 5 жыл оқуды бітірген, жоғары оқу орнының дипломы бар жас бала, ол бұндай айлыққа келгісі келмейді. Сол себептен егер біз негізі сапасы жоғары мемлекеттік аппаратты құрғымыз келсе, біз осы мемлекеттік аппаратта жұмыс жасайтын қызметкерлерге жоғары айлық төлеу керекпіз. Бұндай барлық жаңағы экономикасы жоғары деңгейдегі елдер осыдан өтті. Олардың жаңағы мемлекеттік қызметшілері ең көп, ең жоғары айлық алады. Біз өттік па осыда? Біз енді осы биыл пилоттық
боп 4 мемлекеттік орган тағайындалды. Осы біздің агенттік, Әділет министрлігі және Маңғыстау облысы мен Астана қаласының әкімдіктері. Осы 4 мемлекеттік орган биыл жаңағы қызметшілердің жалақысы факторлық балдық шкала арқылы жаңа төленіп жатыр, тағайындалып жатыр. Яғни істеген жұмысына байланысты. Істеген жұмысына байланысты, істеген жұмысының сапасына байланысты және де қол жеткізген көрсеткіштерге байланысты. Бұл жаңа жалақы жүйесі бойынша мемлекеттік қызметшінің айлығы 2 есе өседі. Енді мәселен біздің агенттіктің осы жыл басынан айлық өскеннен кейін конкурстар жарияланды. Осы конкурсқа қатысушылардың саны, конкурстың жаңа деңгейі бір орынға 20 адамға дейін өсті. Осы жаңа жалақы жүйесі енгізілгелі? Иә, осы жыл басында. Бұл дегеніміз енді жаңағы сапалы қызметкерлерді өзімізге шақыруға, тартуға өте жақсы жүйе болып тұр. Айтып отырсыз ғой енді жыл басынан бері деп. Бұл жыл басынан бері ғана бір орынға 20 адам үміт білдіріп отқан. Бұған дейін 2-ден аз дедіңіз. Иә, 2-ден аз. Сонда қазіргі таңда біздегі мемлекеттік қызметкерлер толық жетісіп жатыр деп айта аламыз ба? Енді мына Алматы қаласы бойынша алсақ, жалпы штат санынан 10% орындар бос. Және де осы мемлекеттік қызметтен кетіп жатқан, ауысып жатқан адам көп. Өзге салаға кетеді? Иә. Басқа мемлекеттік қызмет саласынан кетіп жатқан адам көп. Жалпы мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін жоғарылатып отыру үшін, жыл сайын ба, әлде белгілі бір мерзім арасында қандай емтихандар болады? Әлде жаңа курстар деген бола ма, қалай? Иә, заң бойынша 3 жылда бір реттен кем емес мемлекеттік қызметші міндетті түрде оқуға жіберіледі. Бірақ менімше 3 жылда бір рет ол әлде де аз. Себебі осы заманда негіз бәрі тез-тез өзгеріліп жатыр. Сондықтан біз мысал үшін былтыр Алматы қаласында мемлекеттік қызметшінің жаңа штат санына қарағанда 40%-ын оқудан өткіздік. Биыл 2018 жылға 45%-ға ақша бөлінді. Оның үстінде биылдан бастап президенттің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының әр өңірде өзінің филиалдары ашылды. Алматы қаласында да ашылды. Енді осы филиал негізі академияның өзі цифрлық академияға өтіп жатыр. Ол дегеніміз енді мемлекеттік қызметшілер сапалы білім алу үшін бұрын Астанаға академияға баратын еді, іс-сапармен. Қазір өзінің жаңа жұмыс жасап жатқан өңірінде сол білімді ала алады. Және де осы цифрлы академия болғандықтан олар осы жерде отырып онлайн жаңағы мына қазіргі шығып жатыр ғой интерактивті жаңа таспалар, доскалар дейміз ғой. Солар арқылы мына халықаралық деңгейдегі эксперттердің лекцияларына қол жеткізе алады. Айгүл Бейітбайқызы, енді уақытымыз шектеулі болғандықтан әңгімемізді осы жерден аяқтауға тура келеді. Бүгін студиямызға келіп өзіңіздің ой пікіріңізді білдіргеніңізге көптен көп рахмет. Рахмет. Құрметті көрермен, студияда болған Алматы қаласы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің басшысы Айгүл Байханова ханым болатын. Ал біз хабарымызды өзге жаңалықтармен жалғастырамыз.